Саламатсыздар ма оқушылар? Қазір математика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы тиімді есептеу. Бүгінгі сабақтан есептеу үшін бөлу мен көбейтудің қасиеттерін қолданып үйренесіңдер. Балалар, бірінші тапсырмаға қарай, сәндік қолданбалы бұйымдар жасайтын фабрикаға барды. Олар ұлттық кәдесыйларды қалай жасайтынын көрді. Балалар кәдесыйларды қораптарға санап салуға оларға көмектесті. Енді біз балаларға көмектесейік, қалай салуға болатын екі қорапқа бөліп салу үшін. Бірінші 60 қуыршақ және 10 қуыршақ берілген. Осы қуыршақтарды біз екі қорапқа бөліп салайық. Ол үшін қалай бөлеміз? Бірінші, барлық ойыншықтарды қосып, тең екі қорапқа салуымызға болады, немесе бөліп салуымызға болады екен. Енді бірінші тәсілі 60-қа 10-ды қосып аламыз да 2-ге бөлеміз, немесе қосылғыштарды жіктеуімізге, әр қосылғышты жеке-жеке яғни 2-ге бөлек бөлуімізге болады. 60-ты 2-ге және 10-ды 2-ге бөлеміз. Келесі 600 және 100 қуыршақ берілген. Ол да осындай тәсілмен шығарылады. Бірінші тәсілі 600-ге 100-ді қосып аламыз, сосын 2-ге бөлеміз. Немесе 600-ге 2-ні бөліп, 100-ге 2-ні бөліп, олардың мәндерін, шыққан мәндерін қосамыз. Енді санды бөлу үшін оны разрядты қосылғыштардың қосындысына жіктеу қажет. Барлығынан да осындай есептің жауабы 35 350 болды. Болды ма сіздерде? Енді ауызша түсіндіре отырып есептейік. 600-ды 5-ке бөлу үшін оларды 600 қандай екі санның қосындысынан тұрады? 5-ке және оңай бөліну керек ол санымыз. 500 бен 100-дің қосындысынан тұрады екен. Осылай жеке-жеке бөліп шығуымыз болады. 500-ге 5-ті бөліп, 100-ге 5-ті бөлсек, яғни білеміз, біз 500-ге 5-ті бөлгенде 100 екенін, 100-ге 5-ті бөлгенде 20 екенін. 100 бен 20-ны қосамыз. Ары қарай осылай жіктеуімізге болады. Келесі есепті, үшінші есепті салыстырайық. 500 бөлінген 2 артық па? 1000 бөлінген 4-тен. 500-ге 2-ні бөлсек 250, 1000-ға 4-ті бөлсек, ол да 250, яғни екеуі тең болады. Бұларды да осылай қосылғыштарға жіктеуімізге болады. 500, 400 бен 100-дің қосындысынан тұрады, 1000, 800 бен 200-ның. Осылайша барлығын жіктеп есептеуімізге болады. Бұл осының тиімді тәсілі. Енді келесі үшінші тапсырмаға қарай. Музейге 40 қыз және 30 ұл барды. Оларды теңдей бөліп 2 автобусқа отырғызды. Әр автобусқа қанша баладан отырды? Есептің шартын құрдық. Барды 40 қыз, 30 ұл. Отырғызды 2 автобусқа, әр автобуста қанша баладан? Бұл есепті табу үшін бірінші барлығын тауып аламыз. Балалардың санын, оларды 2 автобусқа тең бөліп отырғызамыз. Осы есепті екі тәсілмен шығаруымыз қажет. Бірінші тәсілінде олардың барлығын қосып алып 2-ге бөлеміз, ал екінші тәсілінде әр қосылғышты жеке-жеке 2-ге бөліп шығамыз. Жақсы оқушылар, үйге тапсырма 6-7 есептер 7 беттегі. Сау болыңыз.